туындау механизмін түсіндіреміз. Мембраналық, яғни тыныштық және әрекет потенциалын салыстырамыз. Мембраналық иондық каналдар мен натрий, калий сорғысының рөлін сипаттаймыз. Осы орайда сендер үш топқа бөліп қойдық. Қазір топтарымыздың атауларын айтып кетейін. Бірінші топтың аты аксон, сіздер дендрит, а сіздер синапстар. Яғни нейронның құрылымы. Бөлшектер боласыздар. Ұмытпаңыздар ғой, аксондар, дендриттер және синапстар. Қазір слайдпен сендерге тақырыпты таныстырып жасаймын. Білеміз, мембрандық потенциал, әрекет потенциалы. Мембрандық потенциал туралы не айта аласыңдар? Ол қандай күйі жасушаның? Тыныштық күйі, тыныштық күйі. Ал әрекет потенциалы? Импульс барған кезде, қоздыру болған кездегі күйі жасушаның. Мембраналық потенциал бізде қандай жасушаларда орындалады? Теріде, шеміршекте, сіңірде, өсімдік жапырақтарда. Бұларда тыныштық потенциал, яғни қозғалыс жоқ, тітіркену жоқ. Ал әрекет потенциал ол жеке жасушаларда, бұлшық ет жасушаларда және бездің жасушаларда орын алады екен. Келесі. Нейронның құрылымын еске түсіп кетейік, нейронның құрылымы біріншіне қысқа өсімдіктер, дендриттер, ортада денесі, ортада сосын ядросы бар және ұзын өсіндісі аксон, ары қарай синоспен аяқталады, Дендриттер не істейді? Дендриттер не істейді? Сигналды қабылдайды. Аксон импульсті өткізеді, а миелин қабықшасы жылдамдығын арттырады, яғни миелинді қабықша импульсті тездетеді екен. Ранде буындар болса секірмелі, сальтопларды, секіріп, көп тұрғанда, суретте көп тұрғанда секіру арқылы тездетіп импульсті жылдамдығын қозғалсын. Нейронның жалпы құрылысы бойынша, қызметі бойынша үшке бөлінетінін еске түсірейік. Құрылысы бойынша қандай бөлімге бөлінеді? Үшке бөлінеді, униполярны, сосын биполярны, сосын мультиполярны. А қызметі бойынша? Үш нейрон, аралық нейрон және мынау жасушаның мембранасы. Тыныштық потенциалы жасуша мембранасының ішкі жағы теріс тәрәп болады, және иондар және калий көп болады. Ішкі жағы бізде теріс тәрәп болады, яғни химиялық тілмен айтқанда аниондар. Бұл күйдегі кернеу айырмасы шамамен, егер өлшенген ғой жалпы, өлшенген -70 милливольт. Сыртқы жағы оң заряд, иондар, натрий, кальций және калий иондар болады. Тыныштық потенциалының несін айтып кетті өлшеміне, қандай деңгейде болады? -70 милливольт. Әрекет потенциалының шыңы +40-қа дейін барады екен. Және натрий, калий сорғысы бір АТФ энергиясына 3 натрий және 2 калий тасымалдайды. Қазір мен потенциалының слайды
Endi concentration signal stimulate neyron sağ anlamışsınız. Gördünüz mü? Signal keldi, inyovator almasıp жатыр ya. İyonlar birbirine almasıp жатыр. Kaliy sırtlaşıp жатыр, natriy içке kirip жатыр. Түсінікті ғой? Тағы бір басшы етсеңіз, апай ана нені басасыз. Стимулейт нейронға басасыз. Нейронда қоздырғыш пайда болды, және алмасу, иә, алмасу. Әрекет потенциалының кезеңдерін графикпен қарап өтсек, деполяризация. Есіңдер ғой? Деполяризация, реполяризация. Жалпы деполяризация кезінде қараңыз. Мына жерде қалыпты жағдай, минус 7 болды. Енді деполяризация жағдайында натрий каналдары ашылып, иондар жасуша ішіне қарай ағылады. Заряд сөйтіп максимально плюс 40-қа дейін көтеріледі. Реполяризация кезінде натрий каналдары жабылады да, калий каналдары ашылады. Жасуша бастапқы зарядына қайта келеді. Гиперполяризация ол заряд тыныштық деңгейіне де төмен түседі. Но синапсты білеміз, нейромедиаторлар жайлы айтып кетейік. Қазір синапс арқылы берілу импульс бір нейроннан екінші нейронға синапс арқылы беріледі. Бұл процесс нейромедиаторлар деп аталады. Электрлік сигнал химиялық сигналға айналады. Яғни мына нейромедиаторлар мына қапшықтан шығады да сигналдарды өткізілген келесі нейронға. Так, енді бұл тапсырманы көрдіңіздер. Қазір біз қыздар бір ойын ойнаймыз. 5 қыз шықса, 5 алтау шығыңыздар келесіздер. Біз қазір адам нейрон ойынын ойнаймыз. Ал шығыңыздар, келіңдер. Сіздер жасуша мембранасы боласыздар, бесеуіңіз. Так, екеуі шыға, не бар? Ортаға тұрыңыздар. Сіздер жасушаның мембранасы боласыздар. Түзу тұрыңыз. Мына іліне бойынша тұрыңыздар. Так, көрде 5-6 оқушы қатар тұр мембрананы құрайын. Сіздер құрап тұрсыздар. 2 оқушы натрий каналы болады. 2 оқушы натрий. Натрий кім болсы керек? Келе ғой. Жере келе ғой. Тақта ашамыз. Калийлер қайда тұрады деді, мынау жасушаның ішкі ортасы. Теріс саяды. Калийлер осында болады, ішкі ортасында, натрий сыртқы ортасында болады. Олар оң заряд, іштегі жасушаның ішіндегі теріс саяды. Орныңызда алдық бар, натрийлер сыртта, калийлер іште. Жақсы. Жақсы. Қазір енді қараңыздар, мына жерде ортада екі оқушыда. Сіздер енді ортадай калий каналын ашасыздар, натрий каналымен өзіңіз. Енді процесс мынандай. Тыныштық күйі мембрана жабық, тыныштық күйі. Мембраналық потенциал дегенде тыныштық ешқандай, әрекет ешқандай өзгеріс жоқ. Тітіргендер ішмей қазір қолдаймыз. Так, мембрана. Не кім ол? Так, мысалға деді ыстық суға қолын салып ал, Абжан. Ал. Не болды? Натрий каналдары есікті ашады, және натрий иондары жүгіріп ішке кіреді.
ашылады да, калий каналдары. Әмінесе калий каналдары болады. Калий иондары не істейді? Кіреді. Шығады. Натрий ішке кірді, деполяризация, калий сыртқа шықты, реполяризация. Я? Енді бұнда түсінікті болды ғой, мақсат неше бұл ойынды ойнады? Рахмет, енді қыздар, біз сендерді топқа бекер бөлмедік, сендерге арнайы зерттеу тапсырмаларымыз бар. Аксон тобына, синус тобына тапсырмаларымыз. Тапсырмаларды өздеріңіз оқыңыздар. Мен дауыстап оқиын. Мембрана инженерлері бірінші топ. Аксон сіздердің тапсырмаларыңыз. Бұл модельдеу тапсырмасы. Мақсатымыз тыныштық және әрекет потенциалы кезіндегі иондардың қозғалысын визуалды түрде көрсетеміз. Тапсырма берілген материалдарды түрлі түсті қағаздар, ермек саз немесе онлайн пазлда қолданып аксон мембранасының моделін жасаңыздар. Бірақ бізде қазір ермек саз қолымызда болмай тұр. Ноутбуктарыңыз арқылы немесе планшет арқылы жасасаңыздар болады. Көрсету керек элементтер натрий калий сорғысының жұмысы, АТ қолданылуы қыздар. Натрий және калий иондарының концентрациясының градиенті, деполяризация және реполяризация кезіндегі зарядтың өзгеруі. Сұрақ, неліктен мембрана потенциалы -70 милливольттан төмен гиперполяризация түсіп кетеді? Бұл нейрон үшін неліктен маңызды? Сұрақ түсінді ма? Келесі тапсырма. Бұл тапсырмаларға қыздар сендерге 15 минут беремін. Екінші топтың тапсырмасы дескрипторын қарап өтейік. Дескрипторын мембранадағы натрий калий сорғысының және иондық каналдардың орналасуын дұрыс көрсетеміз. Процесті модельдейміз. Яғни сіздің планшеттағы модельдесеңіз де болады. Натрий және калий иондардың концентрация градиентін ішкі сыртқа қатесіз бейнелейміз. Сосын гиперполяризация себебін калий каналдарының баяу жабылуы ғылыми тұрғыда негіздейді. Рефракторлық кезеңінің маңыздылығын импульстің бір бағытта жүруін түсіндіреміз. Сіздерге түсінікті ме оқи? Деректер детективтері. Осциллограф көрсеткіштерін оқи білу және математикалық талдау жасау. Тапсырма сіздерге нейронның тітіргендік үшке берген жауап графигін берілген. Графиктен табалдырықты потенциалды анықтаймыз. Рефракторлық кезеңнің ұзақтығын есептейміз. Егер тітіргендік күші 2 есе артса, әрекет потенциалының амплитудасы өзгере ме, жауапты бәрі немесе ештеңе принципімен орындаймыз, дәлелдейміз. Ақпараттарыңыз бар ма? Кітаптарыңызда қараңыздар. Сөйле нелер бар? Дескрипторын аша алыңыздар. Дескрипторы графиктен табалдырықты потенциал деңгейін әдетте -25 милливольт деп дәл анықтайды. Графиктің X осы уақыт бойынша рефракторлық кезеңнің басталуы мен аяқталу ұзақтығын есептейді. Теориялық негіздеу бойынша бәрі немесе ештеңе принципін қолдана отырып, тітіргендік күші артса да импульс амплитудасының тұрақты болатынын дәлелдейді. Импульстың жиілігі мен амплитудасының арасындағы айырмашылықты сипаттаймыз. Сосын қорғау кезіндегі терминология қолдануыңызда ол да есептелінеді. Терминология жауап беру барысында деполяризация, реполяризация, амплитуда терминдерін орынды қолдануыңыз маңызды. Үшінші тапсырмасы клиникалық сарапшылар. Бұл жерде мақсатымыз теориялық білімді медицинамен және токсикологиямен байланыстыру. Тапсырма түсінікті қоясың деп жақсы.
Если они хотели, скриптор наш производит. Биологиялық механизм талдау миелин қабықшасының импульс жылдамдығына әсерін сальтотарды өткізу ғылыми тұрғыда сипаттайды. Натрий каналдарының бұғатталуы деполяризация процесін қалай тоқтататынын түсіндіресіздер. Және логикалық құрылымына келетін болсақ, себеп механизм салдар. Зерттеуде себеп механизм салдар сызбасы түрінде жүйелі түрде ұсынасыздар. Ауру немесе токсин мен оның ағзаға әсері арасындағы логикалық байланысты дұрыс орнатамыз. Медициналық және токсикологиялық болжам бойынша көптеген склероздың қозғалыс әсерін негіздейді. Тетродоксиннің тыныс алу бұлшықеттерінде диафрагма әсерінен болатын өлім қаупін сипаттайды. Және бұл жерде терминология қолдану өте маңызды. Жауап барысында деполяризация, миелин, ингибирлеу, аксон терминдерін қолдану маңызды. Жақсы сәттілік.
Tamam, süper bir kere. Şu şurada en performans
берсеңіздер. Дайынбыз. Aranızdan birbiriniz sırak bulmuşsunuz. Ben şimdi Fakat şuyumuz ödünüz işi. Bir aksonda toplumumuzda aksonda dendirecek. Nasıl dendirecek? Önce al dendirecek tutulmaya. Sıra bulmuşsunuz. Geçseniz. Buyur aksonda. Bizim toplumda memurana incinmeleri, bizim maqsadımız tınışlıq және әрекет потенциалы кезіндегі иондардың қозғалысын визуалдық түрде көрсету. Бірақ неліктен мембрана потенциалы төмен түседі, бұл мембрана үшін өте артық қозғалу болдырмайды. Келесі импульс алдында қосылған кезіңізге келіп уақыт қамтамасыз етеді және сигналдар бір бағыт бойынша дұрыс таралуын көрсетеді. Қысқаша, гиперполизация бұл нейронның демалыс плюс дайындық кезеңі, ол жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін маңызды. Alğanlarımız tındayımız. Üçüncü top, bizden yeniz, biz klinikалық сарапшыларымыз, мақсатымыз бізде теориялық білімді медицина және токсикологиямен байланыстыру. Тапсырма, төмендегі жағдайларды зерттеп, нейрон деңгейінде не болғанын түсіндіріңіз. Жағдай А, көптеген склероз алу кезінде нейрон функциясы бұзылады. Бұл импульстің белгілі жылдамдығына қалай әсер етеді? Бізде нақты сызба бар, себеп, механизм және салдар. Бірінші себеп ол нейронды қабықша бұзылуы. Ол негізі бізде демиелинизация процесс деп аталады. Механизм миелин нерв импульсін тез өткізуге көмектеседі. Миелин бұзылғанда импульс немесе мүлде өтпей қалады. Оның салдары импульс аксон бойымен баяу таралады. Бұлшет әлсіздігі және адамның қимыл координацияның бұзылуы кейде толық қозғала алмайды. Келесі жағдай А, тетродотоксин яғни фолу балығының уы бардаш тәуелді натрий каналдары бар. Бұл адамның тыныс алуына қалай әсер етеді? Бірінші
тетрадотоксин натрий каналдарын блоктайды. Механизмі натрий каналдары ашылмайды, деполяризацияланмайды және әрекет потенциалы түзілмегеннен нерв импульсы жүрмейді. Салдары адам бұлшеттер жиырылмайды, ол диафрагма әсер етіп, диафрагма жұмыс істемейді, яғни тыныс алу тоқтайды және ол өлім қаупі жоғары. Рахмет. Жауаптар жақсы, тамаша, рахмет. Сендердің жауаптарыңды Аксондар бағалайды. Синапстардың жауабын Аксондар бағалайды. Біздің топтың аппетиті және бізге берген тапсырма. Сізге график берілді, сол график бойынша қоғамдық потенциалды анықтау керек. Әрекет концептиві жөнінде әрекеттердің үш күшіне инициация, әрекет потенциалының амплитудасы емес оны анықтау керек. Бізде табалдырықты потенциалды анықтау үшін ол бізде графикта ең жоғарыда тұрған нүкте, яғни ең жоғары нүкте, ол бізде табалдырықты потенциалды анықталады. Ол көбінесе қамтиды. Біздің графигімізде берген графикте 20-ші тұрған табалдырықты потенциал. Екінші бізге айту керек нәрсе ол рефрактивтілік кезеңнің ұзақтығы. Рефрактивтілік кезең жеке жасушасы немесе бұлшық талшықтарының әрекет потенциалдылық туындауынан кейін немесе қозу болған жағдайда қозудың туындауына тіркелгендігі әсер етеді. Короче, андай ғой, маған айтып қой, олай болады, сосын біз короче, рефрактивтілік кезеңге ол мынау натрийдің былай өзгертуі. Натрийдің жабылуы және калийдің ашылуы. Және ол бізде қандай тіркемдер әсер етсе де ол өзгермейді, яғни қалыпты болып қалады. Және ол бізде 5-тен 1-ге дейін аралығында қамтиды, яғни 1-ге ұзақтығы. Және үшінші сұрақ, егер тіркемдіргіш күші 2 есе артса, әрекет потенциалының амплитудасы өзгере ме? Біздің деректеріміз бойынша өзгермейді. Түркемізді қозғақтар. Синапстарға бағаласақ, синапстарды енді біз
Пачини дене шынығының жұмыс істеу механизмін сіз келестереге тапсырма жазбаңыздар. Пачини дене шынығының жұмыс істеу механизмін сіздер сабақтың мақсатына қайтып оралсақ. Қыздар, бүгін біз жүйке импульсінің туындау механизмін түсіндік, я? Мембраналық тыныштық және әрекет потенциалын салыстыра аламыз, я? Ойын арқылы да түсіндік оны, және тапсырмалар арқылы да түсіндік оны. Мембраналық иондық каналдар, яғни натрий мен калий сорғысының рөлінде сипаттадыңыздар. Басқа сұрақтар бар ма екен қыздар сізде? Түсінбей қалған бір тұстарыңыз бар?